Ал енді соны енді мынаны кіргізіп отыр, сол қайтадан әкелейін деп отыр. Мына енді кез келген мынау уже оқу орнын, әйтпесе үлкен мекемені, әйтпесе үлкен сарайларды кез келген шетелдің адамдар сатып аласың. Содан кейін олар оған салық төлемейді екен. Сен сатып алсаң салық төлейсің. Иә, төлейді. Салық төлейді. Өте тамаша жасап қойған. Енді бұл енді өз елге емес, өзге елге жақсы болғысы келеді да. Иә, біздің заманымыздың шынында да осы әлемдік деңгейдегі ол адам ғой. Иә. Әлемдік деңгейде. Оның кейін бұл енді нағыз батыр, бір хабар жүргізді, анау қыз осында Әйгерім бірдеңеде. Сейфулла. Әйгерім Сейфулла. Хабар жүргізді. Соны сұрапты ана кімнен, Алматыдағы театрдың несі, сонымен Мүсіреп атындағы театрдың несі? Теменов, Талғат Теменов сұрапты. Қазіргі кезеңнің нағыз батыры кім деп ойласты. Сөйтсем, ona жауап берді. Қазіргі кезеңнің нағыз батыры елбасы. Соның сөзін мен алдым, соны келтірдім. Содан кейін астына жаздым, өлеңін. Мен де толық қолдаймын. Қазіргі заманның нағыз батыры елбасы. Енді сіздің мағынасы басқаша ғой. Себебі, мәселен, оның батырлығы мынада, бүкіл Қазақстанның байлығының 90% қасындағы 20-30 адамменен бірлесіп түгелдей қалтасына басу, ештеңеден қорықпау, ертеңім не болады деп ойламау, бұл нағыз батырлықтың батырлығы. Сондықтан бұл шын мәніндегі батыр адам елбасы.